Сәлеметсіздер ме 4-ші сыныптың оқушылары? Бүгін 3-ші тоқсан бойынша жаратылыстану пәнінің БЖБ-1, БЖБ-2-сін талдайтын боламыз. Ең алдымен дәл қазір каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңдар. Ендеше БЖБ-1-ден талдап бастайық. 90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Табиғат физикасы бөлімі бойынша жиынтық бағалау орындау уақыты 20 минут. Бұл БЖБ-1-де бізге екі тапсырма берілген екен. Алғашқы тапсырмаға назар аударайық. Суреттерге мұқият қара. Қай заттар жарықты жұтады, қай заттар жарықты шағылдырады, неліктен сөйлемдерді толықтыр дейді. Балалар ең алдымен суретте қарайық. Бірінші суретте ақ түсті картон тұр. Ақ түсті картонге жарық түскен кезде қонжық суреттегі анық көрініп тұр. Екінші суретте қара түсті матаға жарық түскен кезде мүлдем қонжық көрінбей қалды. Енді үшінші айнаға жарық түскен кезде суреттегі тұрған қонжық одан сайын жарық болып көрініп кетті. Енді осыны түсіндірейік. Ақ түсті картон жарықты шағылдырады, себебі ол ашық түсті әрі жарық. Қара түсті мата жарықты жұтады, себебі ол жабық түсті. Үшінші, айна жарықты шағылдырады, себебі айна әйнектен жасалған. Әйнекке жарық түскен кезде шағылысу процесі болады. Сонда айнаға жарық түскенде одан сайын жарық болады екен. Екінші тапсырмаға қарайық. Суреттерге қара. Жылуды жақсы өткізетін денелерді белгілейді. Балалар білетін шығармыз, жылуды темірден, металдан жасалған заттар жақсы өткізеді. Сонда қайсысы болады? Бірінші батарейка жылытатын. Сол. Жылуды жақсы өткізеді. Екінші кастрюль темірден жасалған, сол жылуды жақсы өткізеді. Және үшіншісі қасық, вилка, шанышқы, және бұл жылуды жақсы өткізеді. Сондықтан үшеуіне қызылмен белгілеп қойдым. Осылай белгілеп өтіңдер. Және осы суреттегі ағаштан жасалған ыдыс, резинадан жасалған қолғап және шыныдан жасалған ыдыс, олар жылуды жақсы өткізбейді екен. Осымен БЖБ-1-ді біз талдап бітірдік. Енді БЖБ-2-ні талдауға көшейік. Заттар және олардың қасиеттері бөлімі бойынша жиынтық бағалау орындау уақыты 20 минут екен. Бұл БЖБ-2-де бізге екі тапсырма берілген. Сонымен бірінші тапсырмаға қарайық. Берілген пайдалы қазбалар қайда қолданылады? Кестеге жаз. Осыны толықтыруымыз керек. Бірінші, бор сабақ түсіндіргенде тақтаға жазу үшін қолданылады. Тұз тағамға дәм беру үшін қолданылады. Көмірді үйді, ғимаратты жылыту үшін жағады. Саздан қыш құмыралар жасайды. Сырлау үшін әкті қолданады. Мұнайды газ, бензин алу үшін қолданады. Мұнайдан тағы да солярка, осы жанармай, барлық машиналар жүріп тұру үшін соның барлығы мұнайдан алады екенбіз. Және гранит құрылыс материалы ретінде көптеп қолданылады. Осылай жазып алыңдар балалар. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Сұрақтарға жауап жаз. Пайдалы қазбаларды сақтап қалу үшін адамдар не істеу керек? Бірінші осы сұраққа жауап берейік. Пайдалы қазбаларға деген сұраныс күн сайын артып келеді. Пайдалы қазбалар қайта қалпына келмейтін шикізат болғандықтан, оны сақтап қалуымыз керек. Ол үшін не істеуіміз қажет? Бірінші, оларды тек қажет кезінде ғана өндіріп алған дұрыс болады. Екінші, пайдалы қазбалардың жан-жақты қолданысқа енуіне жол бермеуіміз қажет. Үшінші, бір жерден қазып ала бермей, өзге кен орындарынан табуға тырысуымыз керек екен. Екінші сұрақ, пайдалы қазбаларды неліктен қорғау керек? Бұның жауабы, табиғаттың бізге берген асыл қазынасы ол пайдалы қазбалар. Шамадан тыс пайдалы қазбалардың өндірілуі жердің тартылу күшіне кері әсерін беруі мүмкін. Сол үшін пайдалы қазбаларды орнымен қолданып сақтауымыз қажет. Пайдалы қазбаларды қорғау біздің міндетіміз. Балалар, осыған алып қосарларың болса, тағы қоссаңдар болады. Осымен біз БЖБ-1, БЖБ-2-ні жаратылыстану сабағы бойынша 4-ші сыныптың талдадық. Тағы да осындай БЖБ-ТЖБ-лар жиі шығып тұрған қаласаңдар, дәл қазір каналға жазылып кетіңдер, қолдап кетіңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.